кисең. Жоқ, үйісіп бара берем жалаң аяқ. Айтады ғой әйел салақ екен деп. Онсыз айтып жүр ғой, жаныңа келіп айтып жүр ғой. Салақтың дайвоның. Біздің үйдегілер тойға баратын кезде. Шығайықта жүрсем. Мені бәле киіп ағасың? Неге барым дегем да мен киімдерін бәрін біреуге таратып біттің ғой сен. Мен біреу бар ма? Біреуің бар болса екен сол. Біреуің бар болса айтшы, мен киімдерді әкелсе сен алып кетсін. Араласпай киім керек маған болсын. Мына көйлегіңді кимей ақ қойшы. Боğaz ешкіме ұқсап, желінің салбырап. Жеті лағы бар, ешкім бүйтіп әбіржіп жүрмейтін ше. Тапқанымыз осы ғой енді, бір көйлекпен қаншама жыл жүріп. Әпермейсің да ғой. Қойшы. Бізде жоқ қой, бір қатынмен қанша жыл болды, басымызға сор болды. Онда басқа қатын алсын. Алдыңғы тойдан алып триоға шапалақ ұрып отырсың, дым көрмегенде мәз бол. Дым көрмеген ғой мен. Сенен көрмегенді солардан көріп отқан жоқпын, қызықтап солар. Мен де қыз баласын ғой. Анау мұзарт қой, еркек қана үшеуі, мен сияқты еркек қой. Көзім кетейін деген ба, анау. Мен танып отырсың ба? Алдыңғы тойда ана күйеу балаларын, жолдас балаларын лақтырып жатса, неғып жағаласып жүрсің? Біз лақтырайық та. Осыдан лақтырып тұрсың ғой сен. Той арнасын берген жоқсың ғой. Бір жерді айналып ұстап қалдың, оғала ұстаған тиері ұқсап, босайды сізді. Сырғам таппай едім біз. Жоғалтасында жүресің ғой, үнемі. Тышқан жерінде қалдау деймін. Сырғаны шешіп жазма сен. Туалет көріп көрейін онда мен. Амантай ағай. Ағай, сіз еңбек ағайда бір шапалақ жеп қалды дейді ғой? Ол шапалақ жеп қалғанда мен қатты мас болып қалдым. Или 10-шы класстарға көтімді айтайын ба? Жоқ ағай, болды нормально. Ағай, сіз 8-ші класстың қыздармен TikTok билеп жүр дейді ғой? Енді өздері қоймай ғой. Қазір бір билеңізші ағай. Ағай, директор ағай. Мал жоқ қой. Қалай нормально? Короче, анекдот айтып берейін. Бір күні әйелі жаңа вахтаға кетіп қалған күйеуі үйіне сантехник шақырып алған. Ой, ағай, қыздар бар ғой, ұялмайсыз ба? Қыздар бар ғой, қыздарға алдыңғы сабақта айтып қойғанмын, сендер тыңдап алыңдар. Короче, сантехник шақырып алған. Ағай, бір сұрағым болып тұр. Жоңғарлардың екінші ханы кім еді? Қонтайшы болу керек. Жо. Қалтан серен. Жо. Үйге жазып алыңдаршы тапсырмаға. Өзіңіз білмей тұрсыз ба ағай? Жоқ, мен біліп тұрмын, просто сендерді ізденсін, білсін деп жатырмын ғой. Ағай, бүгін атылар жиналысқа мама емес папа келетін болды, алдында мамаға қырындапсыз ғой. Кім сен мамаң қырынды? Мен қырындаған жоқпын, жыныс. Кім айтты бүгін атылар жиналыс? Болмайды бүгін ешнәрсе. Мен жұмыстарым бар шығар менің жынымда. Болмайды, вообще болмайды. Жақсы оқып жүрсіңдер. Райондағы братандар Дубайда. Братчик маяқта 70-кілер такси екен ғой әшейін. Біздің ауылда 70-кі алса аптасына 1-2 күн айдап, мойкаға апара береді дейсің ғой, короче. Такси ғой, короче. Рахат екен ғой, маяқта ешкім сені түсінбейді. Бәріне боқтап жүрсің ғой. Кетесіз. Қоймасын бұраға. Бұрмақ Пайди бар ғой, братишке. Арабтар сияқты өмір сүруіміз керек қой біз. Бәрі бар ғой бізде. Не жоқсың да? Бізде просто арабтар жоқ қой. Біздің ауылдың жанындағы көл бар ғой. Соңында жағасына здания салып, Дубай сияқты құдырт жүруге болады, комфорт жасап ше. Бірақ малды қайқа суарасың одан кейін. How much money? 200? Ема, братан, ағылшынша білесің бе? Ағылшында мектепте бірінші партада отқан ғой. Тупой дейсің ғой. You are my son Kanafi. Loose very in the English. You hello me. Ауылдан келген қапаш бажа. Осы бажа сен әйелімен қалай таныстың? Көп қараның арасынан білмеймін ғой. Апқаш беді салдым. Матасы келме су ап шығызшы дедім. Су пуымен бірге апқаш бедім ғой. Асқазармай. Не алды? Жаңа аш қарынға тамақ жеп қойыппын. Шөлдеп тұрып су ішіп қойдым деген сияқты ғой жаңа. Түсінбейсіңдер ғой. Ауылдан ау қисық мәңки бар еді ғой. Соның баласы шашын өсіп бояп, мына жерде сырға тағып алып. Мен дедім жағасын ұстап тартып. Бұл шәлбәйт қылдым. Сырғасын тартып алдым да өзіме тағып алдым. Әйеліме бердім. Немене біле ол? Ұрғашы еркек танымайтын бұд қой қазір. Енді бажа, мен саған бір әңгіме айтайын, мына ауылда қазір тып-тыныш бәрі. Баяғыдай көшеде ішіп жүретін адам жоқ. Бәрі үйінде ішіп жатыр. Балалар жұмсайық та магазинге, ақша аударып жіберейін де Каспийге. Ой, Каспий аресте. Мына заманда ма? Иә. Олжан Алдашева дейтін менің қарындасым бар, заңгер. Бүкіл аресін шешіп береді. Қай жерде кредит бар, бүкілін шешіп береді. Соны аштырып алдым ғой Каспийді. Жіберсем балаларың. Ашып қойды ғой уже. Олжан. Сенің чорт братаның. 2005-терден сапалақ жеп қалыпсың ғой сен? Сапалақ жеген. Жеп қалдым конкретно. Бүйтіп әңгіме айтып тұрмын, бүйтіп қарақ қойым, нечаянно шақ етіп бөрт. 15 баласы тұр, просто ұрайын десем. Кешкісін үйіне барып ем, братанымен шықты да, тағы сапалақ жеп қалдым ана жерде. Сөйтіп байтақ айтты заттарды жинап ауылдан көшіп кеттік.
Інім двордың алдына шығып келе жатамын ғой. Үш здоровый мужиктер екен. Бергеш деп. Ей, в смысле бергеш деп қасына бардым да, портмені, телефон, ақша бәрін бердім де. Не алды деп кетіп қалғансың ғой. Жаман қыға. Еске айтып. Үндемей қалды. Дәң кетті. Беті ішіне кіріп кеткен ғой. Жаман ұрып жатыр екенсің да. Жоқ, менің бетім кіріп кетті ғой. Врачтар екі жағымнан қысып бетімді әрең шығарып алды. Бір ай, 1,5 ай ма, 3 жылдай ма жаттым. Сен ана екіншісінде қайраттан жеңіліп қалыпсың ғой расында. Жеңіліп қалған. Бүкіл ауыл айтып беріп отыр ғой маған. Жоқ, просто мен төбелесейін десең, шын ертең ағасын шақырып келеді, артынан батясы келеді, артынан атасы келеді, үлкен кісі айтады, әуре қылмайын дедім. Кока такси ма? Танка. Таксист Мора ғой. 86 54. Иә. Кім деп шықты? Мақпал ма? Жоқ, ол ажырасқан қатын ғой, кетіп қалған. Кока налички бере салшы. Бүкіл қатынды туралатып айбан. Налички бермейсің бе? Кентау такси, Кентау, кет. Кока такси ма? Такси. Ана зат сал жібер. Ойбай, інім ана сенің затың қара негіртікінде ғой. Қалайсың? Дәу ғой деп жатырмын да. Қалаңыза? Әкпесен, да. Кеше қонайбаң бойында келатқам. Сөйтіп осы мына Нексиямен бір баямыны қысып кеттім. Сөйтіп ана баямы келді да, мені қысты. Сөйтіп көтімді қысып қалдым. Апасына екен ғой шеше. Дәу бір балдар түсті. Кока, кеше мына машинама адам қуақсыз ғой? Әнім менің дымда кінәм жоқ. Пешоходта келатқам, күтіп тұрдым. Бір қыз сызылып жай өтті. Сөйтіп мен де шыдай алмай кеттім. Ана қызды сол жерге наклейка қылып жабыстырып кетті. Тез өту керек қой адам деген. Бақа бар ғой, сен мен 4 адамды кетсің ғой, 4 адамды. Сергекке түсіп қал. Нәкәс. Адам ұрлайтын десе осылар.